Сәлем достар. Бүгін біз тест, яғни мұғалімдердің мектепке кірер алдын тапсыратын немесе оқу бітірген студенттердің мектепке кіру үшін тапсыратын, педагог санатын алу үшін тапсыратын тесттің дайындығына кірісетін боламыз. Бұл слив сұрақтар, яғни 2026 жылдың базада бар сұрақтары келеді-ау деген, осы келіп қалуы мүмкін деген сұрақтарға дайындалатын боламыз. Мен өзім бұл сұрақтарды сатып алдым, сондықтан сіздермен де бөлісейін деп шештім. Ертең мен осы шілде айының 17-сінде болатын тестке Алла қаласа кірейін деп отырмын. Сол тестке дайындық барысында сіздерге де осыны тегін, яғни өзіммен бірге талдау барысында бірге жаттаймыз деген үмітпен сіздерге де осы видеоны түсіріп отырмын. Яғни әріптестері болуымыз мүмкін. Сәлем әріптестер, енді біз сұрақтарды бастаймыз. Менің форматым қазақ тілі мен әдебиеті пәні болғандықтан, бірінші мен қазақ тілінің бірінші нұсқасын талдайтын боламын. Мен алған қызда жаңа көрсете кетейін. Өте көп сұрақтар берді. Слив сұрақтар, яғни 1000 сұраққа жақын қазақ тілі бойынша және әдебиет пәні бойынша. Яғни бізде қазақ тілі әдебиет таңдағандардың бір ерекшелігі 2 пән арқылы жүреді. Бұрын тест тапсыру кезінде мысалға педагогика деген сияқты екінші пән қосылатын. Біздің кезімізде бұрын тапсырған кезімде сондай тұғын. Қазір енді бір жақсы жері тек өзіңнің пәніңнен ғана тапсыратын қылып шешіп қойыпты. Ол да жақсы, яғни өзіңнің пәнің бойынша ғана 50 сұрақтық тест тапсырасың. 50 сұрақтың 25 баллдық шкаласын алсаң, яғни тесттен өттің деген сөз. Ал бірге өтейік сол тесттен. Бірінші сұрақтан бастаймыз. Бірінші сұрақ қазақ тілі бағыты бойынша үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазылған сөз тіркесі дейді. Яғни сұрақ үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазылған сөз тіркесі. Үндестік заңы дегенде барлығымыз білетін шығармыз, бұл үндестік, яғни сөздің ішіндегі дауысты дыбыстардың бір-бірімен үндесіп келуі. Ал мына жерде орфография дегеніміз сөздің дұрыс жазылуы. Енді мынау варианттарға мән берсек, міндетім көз жазбау. Осы дұрыс варианты деп тұр, бізге көрсетіп тұр, қарамен жазылғанда дұрыс варианты. Енді неге бұны таңдады? Ішіндегі дауысты дыбыстарға қарайық. Міндетім. Барлығы бірыңғай жіңішке. Көз жазбау барлығы бірдей жуан, яғни үндестік заңына келіп тұр және орфографияға қате жоқ, келіп тұр, дұрыс. Енді мысалы қараңыз, мыналар неге таңдамады? Сәрсенбіде жолықты дейді. Сәрсенбі орфоэпиялық норма бойынша жазылған. Мына жерге н болу керек, негізі орфография бойынша. Сәрсенбі, саған таныс шығар. Мына жер орфоэпиялық норма, таныс жазылу бойынша мына жерде с болу керек. Мына жерде де қаройға жол тарттым. Мына жерде де қате. Сондықтан міндетім көз жұмбау. Келесі. Осылай әр вариантты талдаған сіздерге ыңғайлы ма, или тек бір ғана вариантын айтып кете береміз ба, дұрысын ғана жаттауға ыңғайлы болсын. Қалай көреміз? Сіздерге қалай комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі вариант талдағанда соны ескеретін боламын міндетті түрде. Екінші сұрақ, қандай қосымшаға екпін түспейді? Болымсыз етістіктің жұрнағы. Болымсыз етістіктің жұрнағын білеміз бе? Маме, бабе деген сұрақтар ғой. Болмайды деген сияқты. Екпін түспейді. Болымсыз етістіктің жұрнағы. Келесі, кіріккен сөзді табыңыз. Бүгін. Барлығымыз білеміз, бұл күн деген бір-біріне кірігіп бүгін деп кеткен. Ақсақал, тасбауыр, бойшаң дегендер келмейді. Ақсақал екі сөздің бірігуі арқылы шыққан, олар біріккен күн. Біріккен сөздер, енді бұл кіріккен сөз дейді. Сондықтан бүгін. Келесі, шылау арқылы байланысқан сөз тіркестер қатар. Шылауды білеміз, сөзбен сөзді байланыстыратын, бірақ сөйлемде ешқандай орын жоқ. Енді күн сайын жаттықты асу арқылы өтті. Бұл жерде сөзбен сөзді байланысып тұр, яғни сайын арқылы екі шылау тұр мына жерде.
Келесі. Мына сылау арқылы байланысты сөз тіркестерін мына жерде мысалы балам үшін ұялдым аталы сөз деп тұр. Мына жерде үшін де шылау. Неге бұны таңдамаймыз десек, мына қараңыз, келесі екінші сөзде аталы сөз дегенде шылау жоқ. Үтірмен жазылған екі сөзде де шылау болу керек. Мына жерде екеуінде де бар. Мән беріп сөйлемді соңына дейін оқимыз. Мысалы, бірінші мынаны оқып белгілеп қоюымыз мүмкін. Келесі сөзді де қарауымыз керек. Күн сайын екіншісінде арқылы. 5-ші сұрақ. Еліктеуіш сөздер қатары. Еліктеуішті білеміз, құлақпен есту арқылы, бейнелеуіш және еліктеуіш болады. Еліктеуіш құлақпен естиміз, бейнелеуіш көзбен көреміз. Енді тарс етті, сұрт етті, құлақпен естіп тұрмыз. Оңай сұрақтар басында. Енді мынау тыныс белгілер берілген сызбаға сәйкес келетін сөйлем дейді. Бірінші сөйлем жазылады. Тырнақшаның ішінде тағы сөйлем және сұрақ белгісі мен сызықшасы бар және сөйлем. Бұл Абай Ақылбайдан қалада не хабар бар деп сұрады. Дұрыс. Төл сөз. Төл сөзге келіп тұр. Мына ненің өзін қарасаңыз, төл сөзге келіп тұр, сөйлемнің ортасында екі тырнақша болса, міндетті түрде көбінде төл сөзге келеді. Төл сөзге келіп тұр. Мына жерде не хабар бар? Мына жерде сұрақ белгісі деп сұрады. Автор сөзінің алдында міндетті түрде сызықша болады. Сызықша деп сұрады. Абайдан кейін қос нүкте, автор сөзі және төл сөз. Ақылбайдан қалада не хабар бар деп сұрады. Қатты қиын емес негізі. Келесі 7-ші сұрақ. Біріккен сөз аралығындағы кейінді ықпал. Біріккен сөз аралығындағы кейінді ықпал. Орынбай. Біріккен сөз кейінді ықпал. Орынбай. Артқа қарай жүріп тұр, дұрыс. Мысалға, қос жан, айнам көз бәрі біріккен сөз, бірақ соның ішінде кейінді ықпал табамыз. Орынбай, байдан артқа қарай жүріп тұр. Неге? Н-мыға айналып тұр. Орынбай айтқан кезде байдан артқа қарай, кейін қарай кетіп тұр. Сондықтан кейінді ықпал. Орынбай. Даттап аламыз. Келесі. Тұрлаусыз мүше қатысқан сөйлем. Тұрлаусыз мүше дегенді білеміз ғой. Тұрлаулы деген тек бастауыш пен баяндауыштан тұру керек. Тұрлаусыз деген келесі. Анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш сөздер тұрлаусыз. Енді ананың анасы да ана. Мысалға, кішкентай жүгіріп жүр, не істеп жүр, жүгіріп жүр. Кім? Кішкентай. Екі-ақ сөйлемді бастауыш пен баяндауыш бұл емес. Нияз аға кіріп келді. Не істеді? Кіріп келді. Күрделі баяндауыш. Кім? Нияз аға. Бастауыш пен баяндауыш бұлар тек тұрлаулыдан тұрып тұр. Енді ананың анасы да ана. Кім ана? Анасы да деген мына жерде толықтауыштыр ғой. Толықтауыш. Анасы кімі? Анасы. Толықтауыштыр. Сондықтан тұрлаусыз мүше. Ананың анасы да ана. Даттап аламыз. Келесі. Төлеу сөзі бар сөйлем. Төлеу сөз дегеніміз не? Оны білеміз, біреудің сөзін жеткізу төлеу сөз деп аталады. Көппен көрген ұлы той екендігін әжем айтып отырушы еді. Өзі-ақ айтып тұр. Біреудің сөзін жеткізу бұл төлеу сөз. Сондықтан әжесінің айтып отқан сөзін жеткізіп отыр. Мысалға, мына жерде қараңыз. Ақыл адам көркі, ақылың сабыр серігі дейді Мұхтар Әуезов. Бұл төл сөз. Біреудің сөзін айнытпай сол күйінше жеткізеді және авторын осылай дейді Мұхтар Әуезов. Автор келесі адам екендігін жеткізіп отыру, бұл өзіңнің сөзің бойынша емес, сол айтқан адамның сөзін бұлжытпай, айнытпай, өзгертусіз жеткізу, бұл төл сөз. Төлеу сөз өз сөзіңмен біреудің сөзін жеткізу, яғни көппен көрген ұлы той екендігін әжем айтып отырушы еді. 10-шы сұрақ. Өзгелік етіс қатысқан сөйлем. Сотканы звук алып қойыңызшы. Сообщение.